Бізге жаңадан қосылған көрермендерге қайырлы таң дейміз, күндеріңіз сәтті өтсін. 31 арнаның тікелей эфирінде таң сәрі. Біз бүгін сіздермен шопинг күні туралы әңгімелесіп жатырмыз. Бүгін 11-11 ерекше дата. 11 айдың 11 күні және бүкіл әлем бойынша бүгін қара жұма деп айтады ғой. Енді біздіңше ақ жұма болсын. Бүгін барша біздің нәзік жанды көрермендеріміз әсіресе дүкендерге барады, өздеріне шопинг жасау үшін барады. Жеңілдіктерді пайдаланып қалайық деген сәтте біз стилист маманды шақырып, онымен дұрыс шопинг жасаудың сырын білмек болдық. Олай болса, бізде бүгін студияда стилист Жәмила Қайырып берді. Қайырлы таң, Жәмила. Сәлеметсіз бе, Жәмила? Қош келдіңіз. Рахмет, үлкен. Өте әдемісіз. Рахмет. Сәндегі түсте киініп отырсыз. Бірден стилист екеніңіз анық білінеді. Енді бүгін өзіміз айтып отырмыз, шопинг күні қыз келіншектер міндетті түрде жорыққа шығады ғой енді. Дүкендерге. Сол кезде дұрыс шопинг жасау үшін, сауапты шопинг жасау үшін қандай дүниелерге назар аудару керек? Соны айтып өтіңізші. Жалпы әйел кісілердің енді бәрімізде эмоциямыз бірінші жүреді ғой. Сондықтан жеңілдік дегенде естігенде миымыз істемей қалып жатады. Сол үшін үнемі жаңағы ең бірінші назар аударатын нәрсе ол біздің базамыздың түгелдігі. Яғни егер бізде базалық киімдер түгел болмаса, біз қанша киім алсақ та біздің гардеробымыз ешқашан толықпайды, және үнемі шкафты ашқан кезде үнемі не кием деген проблемаға келіп жолыға береміз. Өйткені базаны біз дұрыс құра білуіміз керек. Ал әр әйел кісінің базасы ол әртүрлі болады. Мысалы, маған база болып саналған нәрсе сізге сәйкес келмеуі мүмкін. Сол сияқты әр әйел адамның өмір салтына, жұмысына, өзінің уақытының көп бөлігін қай жақта өткізетініне байланысты оның нақты базасын құру керек. Ал гардероб 80% базадан, 20% трендті заттардан, акцентті заттардан тұру керек. Сол. Және дүкенге барған кезде ең басты қағида жаңа затты сатып алып жатқан кезде бірінші сұрақ алайын деп жатқан, мысалы, жакетіңіз минимум үйіңіздегі 3 затпен сәйкесу керек. Кәдімгідей ойыңызда тұрып, соны 3 затпен сәйкестендіруіңіз керек. Егер сіз 3 затпен сәйкестендіре алмасаңыз, именно сол жакет үшін тағы шалбар сатып аласыз, сосын ол жакетті ол шалбармен ғана киесіз деген сияқты. Сол үшін міндетті түрде миымызда бірінші 3 образ құрастырып аламыз. Шығын көп болмау үшін міндетті түрде бұл киімді мен қандай киімдермен үйлестіре алам деп ойлау керек. Жақсы, бұл бірінші кеңес болсын. Ерік сағанда жақсы кеңес болды. Ел алдында жүрген ер азаматтар образының қайталанбауын қалайды. Сол үшін осы орайда не істеуге болады? Мысалы, аз киіммен көп образ құрауды стилистер жақсы біледі, бұл приемды. Қарапайым адамдар білмейді. Оның сыры неде? Жалпы бізде төменгі жағымыз бен үстіңгі жағымыздағы екеуінің саны бізде төменгі жаққа қарағанда үстіңгі жағымыз 4-5 есе көп болу керек. Көп шалбар алғаннан, көп юбка алғаннан негізінде көп пайда жоқ. Өйткені біз адаммен дәл осындай дәрежеде сөйлесеміз, тек портреттік зонасын көреміз. Және сторисқа мысалы салсаңыздар, портреттік зонада сөйлеп тұрасыздар. Сіз астыңызда қанша шалбар ауыстырып жатсаңыз да, үстіңіз бірдей болып тұрады. Сондықтан көбінесе үстіңгі жағымызға, портреттік зонамызға көбірек аламыз. Және де аксессуарларды көбірек қолданамыз. Өйткені аксессуар дегеніміз киімді ауыстырмай-ақ, образды ауыстыруға көмектесетін бір күшті зат деп айтсам болады. Демек, сырға, сақина, алқа деген сияқты дүниелерді, брош деген сияқты дүниелерді көптеп алып қою керек. Ал бізге жігіттерге қандай кеңес бересіз? Мысалы, біз талғам жағынан сәл қиналамыз да, киінген кезде өзімізге жараспай ма деп, енді стилист жалдасақ, олардың құны қанша болады? Қазір енді естіп жатамыз. Сәнге айналды ғой, стилист жалдап, бірге барып, бірге таңдап.
Жалпы стилист жалдаған сіздерге өте тиімді болады, өйткені жаңағы сізде киілмейтін киім болмайды. И жаңағы алған киіміңіздің барлығын сізге жұмыс еткізіп береді стилист. Сондықтан стилист өзінің құнын 100% ақтап береді деп айтсам болады. Негізі нарықта енді әртүрлі нәрселердің бағасы сияқты, стилисттердің де бағасы әртүрлі. Сағатына 10 мың теңгеден басталады, және ең қазіргі бір топ стилистер дегенде сағатына 60-70 мыңға дейін алады. Бір шопингқа шамамен 2-3 сағаттай кетеді. Негізі мен айтар едім, стилистің көмегіне жүгінген, ол сенің қалтаңдағы ақшаңды үнемдейді. Жаңа айтып жатырмыз ғой, 10 мың мен 60 мыңның арасындағы диапазон негізі қажетсіз киім алып қойғанға дәл осы ақша жұмсалып кетуі мүмкін. Ал егер бұл ақшаны маманның көмегіне біз төлейтін болсақ, онда бізде қажетті база құрылады, сондай-ақ қай киімді немен кию керек екені бір минимум 3 айға, бір маусымға минимум біз соны біліп жүреміз. Одан кейін стилист бізге тағы да кеңестер береді. Үйдегі киімдерді қалай бір-бірімен үйлестіру туралы. Ең бірінші стилист сізбен шопингқа бармас бұрын, шопингта артық нәрселер алып қоймас бұрын, сізбен бірінші өзіңіздің гардеробыңызды разбор жасайды. Яғни үйіңізге барып, сізде қандай киімдер сәннен өтті, қазір актуалды емес, олардың барлығын шығарып тастайды. Қандай киімдерді жөндеп, жаңаша келтіруге болады, оларды бөлек қоян, және қандай киімді база ретінде алып қалса болады. Солай бірнеше типке бөліп, разбор жасап береді, және өзіңіздің қалған киімдеріңізбен әдемі образдар құрастырып береді. Мысалы, сізде көптен бері келмей тұрған рубашка болса, оны қалай киеріңізді білмей жүрсеңіз, стилист шақырсаңыз, сізге сол рубашкамен әдемі образдар құрап береді, тек өзіңіздің киімдеріңізден ғана. Және сізбен шопингқа барған кезде өзіңіздің киімдеріңізді ұмытпайды, сол киімдермен де үйлесетін капсула жасайды. Түсінікті. Жәмила ханым, енді сіз стилистсіз, барлық ережелерді жақсы білесіз. Бүгін шопинг күні, міндетті түрде барасыз ғой шопингке? Қандай дүниелерді сатып аласыз? Қазір не трендте, не қажет, және сіздің базаңызға қажетті дүниелер. Мүмкін сіздің мысалыңызда қыздар да солай өздеріне қажет дүниелерді алатын шығар. Негізі жеңілдік уақытында барлығымыз дәл қазіргі сәтке алып жатамыз да, ал сапалы нәрселер, сапалы заттарды біз басқа сезонға алып дайындап қоюымыз керек негізі жеңілдік уақытында. Өйткені, мысалы, жазғы жеңілдіктер уақытында қыстағы, мысалы, өте қымбат тұратын етіктер, өте қымбат тұратын курткалардың барлығы кәдімгідей өте арзан болады. Сол кезде жазғы киімдерге жүгірмей, сол кезде біз керісінше қыстың қамын ойлауымыз керек. Қыста да, мысалы, қазіргі болып жатқан жаңағы жеңілдіктерде біз қазіргі сезонның заттарына қатты көп зат таба алмаймыз. Келесі кезеңге дайындалуымыз керек. Мен аксессуарларға көбірек көңіл бөлетін шығармын осы жолы. Жақсы. Ал Жәмила, биылғы қыста ер азаматтарға не кию керек, қандай түс сәнде? Жалпы түстің сәнділігі бізге Pantone деген сайт анықтап беріп отырады. Жалпы қазір қызыл, жаңағы қою, көк сияқты түстер сәнде. Негізі карантиннен кейін бізге қатты ашық түсті киімдер сәнге айналды ғой. Бірақ олар 1-2 жылдай осы болды сәнде. Халықтың уже көзі сәл-сәл шаршады. Енді қайтадан біз нейтралды түстерге, қайтадан ахромат түстерге көшіп келе жатырмыз. Сондықтан жаңағы өзіңізге лайықты бастысы болса болғаны. Өйткені бізде түс ең басты шешуші рөл атқарады. Сіздің тағы да айта кететін портреттік зонаңызда сіздің келбетіңіздің қалай ашылуын, көзіңіздің жанып тұруы барлығы сіздің киген түсіңізге байланысты. Жылы, суық деп бөліп жатамыз. Толық адамды қара түс мысалы аздырады, сол сияқты. Арық етіп көрсетеді. Сондай негізінде приемдар бар. Қара түс арық көрсетеді, ақ түс кішкене көлем қосады деген. Бірақ та стилисттер жаңағы клиенттің запросымен жұмыс жасайды. Біреу арық көрінгісі келеді, біреу жарқырап көрінгісі келеді. Сондықтан кейбір кісілерге сәл-пәл көлем қосса да жаңағы ақшыл киімдерді кидіре беруге болады. Және арық көріну үшін тағы да бірнеше өзіндік прием
приемдары бар. Біз өзімізге екінші қабат қосу арқылы вертикаль сызық жасап арық көріне аламыз. Негізі ер кісілерге көбінесе денелі болып көрінген тиімді, иықты болып көрінгісі келеді. иықты болып көрінген тиімді, әйел кісілерге жаңағы жіңішке болып, әдемі болып, жинақы болған. Сондықтан әйел кісілерге көбіне вертикаль сызықтарды қолданған дұрыс, ал ер кісілерге горизонталь сызықтарды. Өйткені горизонталь сызықтар кәдімгідей сізді үлкейтіп, денелетіп көрсетеді. Тамаша. Тамаша. Жәмила ханым, студиямызға келіп, пайдалы кеңестеріңізбен бөліскеніңізге алғыс айтамыз. Бүгін бәрімізде пайдалы, өзімізге қажетті дүниелерді ғана сатып алайық. Ысырапқа жол бермейік дейміз. Ал біз қазір жарнамаға кезек береміз. Санаулы минуттардан соң қайта ораламыз. Алыстамаңыздар.